Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осы бақшамдағы осы ерекше гүлдерімді көрсеткім келіп отыр. Қараңыздаршы, сағат кешкі 5, ал гүлдерім әлі бәрі де жабық тұр. Көрдіңіздер ма? Бәрі жабық тұр. Енді бір 2 сағат өткеннен кейін мына гүлдерім жайлап ашылып келеді. Бұл гүлдердің ерекшелігі жарық кезде жабық тұрады да, кешке қарай қас қарая бұлар бәрі де әдемі болып ашылады. Бұл гүлдерді осы жылы еккенмін мен. Қазір міне ерінбей сағаттап әрбір кезеңін түсіріп келемін. Міне гүлдер әлде тағы да ашылып келеді. Қазір қараңғы түсе, мен уже телефонның жарығымен түсіремін. Әдемі болып қазір көрініс болады. Қараңыз, қаншама осындай гүлдер ашылды. Мінекей уже гүлдер әбден ашылып келеді. Осы жыл еккенмін саксофон деген гүл. Мына қараңызшы, қандай әдемі болып ашылып келеді. Осы гүлдерді мен екпестен бұрын осындай гүлдерді естімеппін. Қараңыз, мінекей әдемі болып ашылып келеді. Саксофон десе саксофонға ұқсайды. Және де иісі, жұпар иісі аңқып тұр ғой. Көп болып ашылады. Осыны әдейі сол неше сағат бойы осыны күтіп жүрдім. Осыны түсіріп алайыншы. Осы көріністі көрсетейінші сіздерге деп. Мына гүл, мінекей қараңыз, ерекше болып ашылған. Қараңыз, қандай әдемі. Осыны қызығып түсіріп жүрдім. Табиғат қандай тамаша. Сіздер де менімен осы гүлді көрсін дедім. Сіздер де мүмкін көріп жүрген боларсыздар. Қараңызшы, бір жерден қаншама көп ашылған.